Үй иесі. Мистикалық әңгіме. Ербол Бейлхан. Мұртты кемпірмен ұзақ саудаласқан жоқпыз. Үйін көріп бірден келістік. Үй адамды өзіне тартып тұратындай тым сәнді де емес, бірақ бөлмелерде жиһаздар, керекті заттардың бәрі болған соң іштей қуандық. Үй иесі де бізге үйді мақтап өткізуге асығып барын салып сөйлеспетті. Міне мынау бар, анау бар деді де қойды. Көп жылдар бойы тұрған үйін сатып жатқанына қиналмайтындай. Жүзінен қимастық байқалмайды. Кемпірдің көзіне көзім түсіп кетіп еді, жүрегім су етіп, үстіме мұздай су құйып жібергендей болды. Көзі ойнақшып, былай да олай ауады. Төбеге бір қарайды, адамға тік қарайды, сосын көзі лезде бұрыш-бұрышты кезіп кетеді. Бірдеңе жасырғысы келгендей, әуелде оның не жасырғанын ойлап та жатпадым. Бастысы, сауданы аяқтап, төлемін беріп, үй жайды сатып алмақ болдық. Кемпір бір сөзінде Ресейге ме Молдавияға ма көшпек екенін айтты. Үй ішіне қарабақ кезінде ауқатты тұрғанын білуге болады. Үйде бәрі бар. Далаға шығып қажеті жоқ. Ақшасын санап беріп үй алған Караны құттықтап қайттық. Бір аптадан кейін Кара осы үйге көшіп келмек. Көксеңгір ауылына көшіп келгелі Караның мінезі өзгеріп кетті. Әңір болса үйіне тоқтамайды. Шағын ауылдар алап қыдыратта жүреді. Үйіміздің арасы сонша жақында емес, соған қарамай әңір қоюлана жетіп келеді. Бізді жатқызып тастап бірақ қайтады. Бірде шешей, осы сен неге үйіңде отырмайсың? Бала шаға келіншегінің қасында болсаңшы деді. Әңір түссе үйге отырғым келмейді. Алағызып тұрам. Түн болса тақымым ашылады, жүре бергім келеді. Ұйықтасам жаман түс көрем. Жаңа үйге келгелі неше түрлі елес қаумалап маған маза бермей жүр деген еді Кара. Біз ол кезде оның сөзіне мән бермедік. Әзіл деп ойладық. Шешей, ертең үйлеріңді аластайын деген. Жаспсыз ғой, біз күлгенбіз. Қыстың бір боранды суық күні көрші ауылға барып қайтқан Кара адасып кетіп қайтыс болды. Арқаның ақ боранында бұндай жағдай көп кездеседі. Бұл оқиға бәрімізге ауыр тиді. Есеңгіреп қалдық. Шиеттей балалары жары қалды. Маған ауыр тигені сондай бірнеше жыл өз-өзіме келе алмай жүрдім. Кара менің бір шаңырақта егіз қоздай бірге өскен жан бауырым, екеуміз өте тату едік. Үлкендер, екеуің бала болып екеуі бір төбелесіп, тіпті ренжісіп көрген жоқсыңдар деп отыратын. Кара ақ көңіл, ақ жарқын, ұзын бойлы қара торы жігіт еді. Ол шапшаң қимылдап тез жүретін, істің ығын, сөздің жөнін білетін, өнерге жақын азамат болды. Көпшіл, туысшыл, турашыл болды. Сондай азаматтан айырылу кімге оңай тисін? Балалық шағымның естеліктерін тек сонымен бөлісетін едім. Өйткені біз бір-біріміздің балалық шағымыздың куәсі едік. Менің кейбір бұзықтығымды ол білетін, оның қызықты іс-әрекеттерін мен айтып отыратынмын. Карамен бірге менің өмірімнің балалығы өлгендей сезілді. Карамен бірге көмгендей едім. Бүгінде бала кезімді ойға алсам, бірден есіме Кара түсіп жанымды қайғы шоқтай қариды. Оны ойладым, көп ойладым. Не деген мағынасыз өлім еді. Жолға шығып кетеді де жоғалады. Мәңгілік жоғалады. Егіздей болған соң онымен бірге менің де жарты қуанышым, жарты шаттығым кеткендей болды. Караны жер қойнына тапсырғаннан кейін оның жары мен балаларын жалғызсыратпайық деген ниетпен үйіне біз бардық. Жарым кішкентай қызыммен. Басында келімді кетімді адамдар көп болғандықтан ештеңе байқамадық. Мұртты кемпірден сатып алған үйдің тылсым құпиясы кейін ашыла бастады. Сатып алар сәтте кемпірдің не жасырған қалайша білмедік. Таңертең жұмысқа кетеміз, кешке келеміз. Үйде балам жолдасым қалатын. Бұрын таныстарымыз айтатын тылсым құбылыстарды жарымнан ести бастадым. Яғни адам сенгісіз жағдайлар. Ол бірде бұл үйде біреудің жүретінін, біз кете салысымен есікті ашып жауып кіріп шығып жүретінін айтты. Онша мән бермедік. Ол, осы сендер жұмысқа кеткен соң, бірдеңелеріңді ұмытып кетесіңдер мен, неге күнде қайта келесіңдер деп сұрады. Біз ешқашан қайтадан үйге келмейтінімізді айттық. Онда есікті ашып, жауып кім жүреді десін. Таңырқап аңтарылып қалдық. Оның да жүзінен таң қалған кейіпті байқадым. Үйге кіріп шығып жүретін біз деп ойлап отырғандай. Бірде ас үйде шай ішіп отырған едік. Ауызғы шағын бөлмеде шкаф тұратын. Үстінде ыдыс аяқтар орналасқан. Даңғыр-дүңгір еткен дыбыс естілді. Тұра жүгірдік. Келсек,